Әлемді дүр сілкіндірген Европа мен Африканы тізе бүктіріп, император атағын алған Наполеон Бонапарт 1812 жылы 600 мың әскермен Ресейге соғыс ашты. 1812 жылы 7 қыркүйекте болған Бородино шайқасында 100 мыңға жуық адам қаза болды. 14 сағатқа созылған қанды шайқастан кейін Мәскеуді қорғай алмайтынына түсінген Кутузов Мәскеуді тастап кетті. 34 күн Ресейдің жүрегі Мәскеу қаласы француздардың қолына көшті. Есі шыққан Ресей патшасы Александр I өз үндеуін тастап, қазақ хандарынан көмек сұрады. Орыстың басқыншылық саясатына қарамастан қолдау көрсетіп, достық пен ынтымаққа келіп, өз жерлерін қайтару жағдайын жасау мақсатында қазақ хандығы тұсынан әскери көмек көрсетілді. Ұлы жүзден 50 мың, орта жүзден 12 мың, кіші жүзден 30 мың атты